Қызылорда облысы Шиелі ауданында қазіргі таңда мынау бір реттік 63 мыңдай мынау төмен отбасы инвалид кісілерге көмірге бір реттік көмек берілу керек екен. Бір басқа облыстарда беріліп жатыр, алайда біздің мына Қызылорда облысында не себепті берілмей жатыр, мен түсінбей отырмын. Инвалидтерге, сосын әлеуметтік жағдайы қиын, сосын мынау жаңағы балдары инвалид кісілерге жаңағы берілетін 62 мың, почти 63 мыңдай теңге берілу керек бір реттік көмірге деп жаңағы ақпарат көздеріне айтқан болатын. Енді мен райсоветке Зәуре, Айнаш деген кісілерге звондап білсем, ондай ешқандай ақпарат келген жоқ деген жауап беріп отыр. Сонда біздің облыс постоянно осындай бола ма? 50 мың теңгені алатын кезде де осындай болдық. Бұл енді нәубат болып тұр. Бұл беріле ма, берілмей ма өзі біздің облыста? Кім біліпті оны? Оны кім тексеріп жатыр? Сол бір реттік беретін жаңағы көмірге деп беретін жаңағы 63 мыңдай теңгені енді берілуі берілмеуі белгісіз болып отыр. Осыны мен мынау жаңағы қаржы жөніндегі жаңағы басқарушысы, аудандық қаржы басшысының назарына ұсынамын. Ол беріле ма, берілмей ма? Осы мәселені білгім келеді. Қаржы бөлінген ба, бөлінбеген ба? Осыған жауап берсеңіз деймін. Қаржы бөлім басшысының назарына